Арудай жасқала өркеніп өскен өмірде жайра ардақты астана ғашығымдай сүйем сені арманымдай адам алатаудай күлем сені гүл алматым сайрасын бұлбұл туған далам аясын дарқандықты саясын болады балдай қыздары қандай көк шырша қиясын жігіті оттай қыздары қандай қырандай ұясын ғашығымдай сүйем сені арманымдай адам алатаудай күнем сені гүл алматым сұлу көктем жайнасын нұр гүлі сайрасын бұлбұл Ой, құдайым-ай. Жоқ, жалғыз басты еркектің күні құрсын. Жанашыр әйелі болу керек, немесе анасы болу керек. Тым құрығанда әйелі. Айтпақшы, бүгін менің кенжемнің туған күні. Біздің үйге қонақ келеді. О, мама, келдіңіз бе? Ботақаным, құлыным, келе ғой. Жалғызым менің. Амансыңдар ма? Амансыз баба, қуанышыңыз дауынан болсын. Саламатсыз ба? Мінекей, киіп көр балам. О, дәп, пах, қандай жарасат менің ботама. Рахмет саған, мама. Жер шарын жеті айналсам да, сендей ана таба алмаспын. Құлыным сол, құлыным. Бүгін менің ең сүйікті балзымның туған күні. Сондықтан мен шын жүрекпен, адал ниетпен ізгі тілегімді айтқым келеді. Ең алдымен мынау арамызда тұрған алатаудай анамызға, алтындай 4 қызбен дарынды мұғалім тәрбиелеген үшін мың алғысымды айтқым келеді. Мама, жақсы тілектер айтылып жатыр. Менің де сізге айтар бір тілегім бар. Қабыл алыңыз. Айта ғой ботам.
көкке жеткендей болады. Тағдыр мені маңдайымнан сипаған жоқ. Азаматымнан соғыс айырды. 5 жетімді қатарға қостым. Ауыртпалықты арқалап жүріп. Ал сенің әкең атадан жалғыз еді. Сен де жалғызсың. Ұрпақты жалғастыратын сенсің. Ал мен осының қызығын көріп, немере сүйсем деп ем. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген. Ей, бергелші бері. Сен маған мынаны айтшы. Шынымен сен неге үйленбей жүрсің, а? Ей, жезді, үйлену оңай дейсің бе? Алдымен аспирантураны бітіру керек. Одан соң дайын тұрған қалыңдық бар ма? Ей, саған дауа жоқ екен. Апа, мына баланы өз қолыңызға алмасаңыз, өз бетімен жүріп үйленетін түрі жоқ. Дұрыс айтасың. Дұрыс. 4 қызды өзім ұзатқам. Ал бұған әйел алып беруге шамам жетеді. Әйелді саған қайтсем де өзім әперем. Кеттік. Қыздар, мына жерде сәлематсыздар ма? Айналайын, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Сенің күйеуің бар ма? Күйеуің дейді. Жоқ па? Бар ма? Жарайды. Сәлемат па айналайын? Саламатсыз ба? Сәлематсың ба айналайын? Сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Сенің күйеуің бар ма? Күйеуің дейді. Бар ма? Жоқ па? Жоқ па? Күйеуге шыққың келе ме? Не? Бір жігіт бар дейді. Жағрапиядан сабақ береді. Сен маған сондай ұнап қалдың. Оған да ұнайсың. Келе ғой жаным, келе ғой. Мен сені таныстырайын. Жүр. Жоқ, мен тұрмысқа шыққым келмейді. Кешіріңіз. Ой, ақмақ болма. Бағыңды кері тартпа. Жүре ғой. Ол жақсы адам. Пенде емес, періште. Жүре ғой, қызым, жүр. Жүр, бірге барайық. Жүріңдер, қорықпаңдар. Мына жерге келіңдер, кішкене татырыңдар.
Қазір келем. Кетіп қалмаңдар. Тайла! Тайла! Сонымен сен оның кем сұлумен танысуға келісім бердің бе? Кеміз екенін қайдан білдің? Жасы 28-ге келген жігіттің өзінен өзі үйлене алмай жүргені дені сау деймісің? Қанекей, мына қыздармен танысып көр. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кешіріңіздер. Әйтші! Ойбай, не болды саған? Бұларың кім? Қалыңды. Оң жақтағы аспирант, әкесі профессор. Сол жақтағы болашақ дәрігер, әкесі директор. Қайдағы директор? Ой, саған бәрібір емес пе? Әкесін алмайсың, қызын аласың. Жөндеп тұр, жүр кеттік. Сүйікті қыздар, өзімді таныстырып қояйын. Омар Тайлақ Омарұлы, 28-демін. Қазақ, ойдақ, жоғары білімді оқытушымын. Жоқ, болған жоқпын. Анамның қойған аты Тақиялы періште. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, менде бір сұрақ бар. Сіз осылай қысқа, әр нұсқа сөйлеуді құпия болмаса қайдан оқып үйренгеніңізді бізге айтып бере аласыз ба? Өзім оқып үйрендім. Әсіресе үлкен атамның айтқанын көп тыңдадым. Енді үнемі ақылды бола беруге де адам жалығады ғой. Бір сәт ойнап, күліп, серпілгім келеді. Мәселе былай. Сонаның құйрығына селеу түйреп жіберіп, ұз деген. Қыздар, қайда кеттіңдер? Енді қайттым. Қыздар, тоқтай тұрыңдар дейін. Қызым, күйеуге шыққың келе ме? Бұл кім ей? Шынымен танымадың ба? Жоқ. Ой, кешіріңіз, сіз менің ағайыма сондай ұқсайды екенсіз, айып етпеңіз. Ондай бола береді. Қарындас, ештеңе етпейді. О, Тайла, сәлеметсің бе? Ойламаған жерден кездестік-ау, қайда жүрсің? Футболда? Тайла, жүр біздің үйге. Бүгін телевизордан қызықты концерт болады. Отырып тыңдаймыз. Жоқ, рахмет. Біздің үйде де телевизор бар. Тайла, Ботақаным, тоқтай тұршы. Ботақаным деп жақсы көретін жанға айтылатынын білесің ғой. Сен Ботаға ұқсамайсың. Италияның актері Марчелло Мастроенидан ауылмайсың. Онда сен бірінші Бардосың. Қойшы, рас па? Мен саған ұнаймын ба? Ұнайсың. Онда мен ылғи да осылай жүремін. Қандай сұлусың өзің? Шіркін, осы қадірімді күйеуім марқұм білмей кетті ғой. Қалайша марқұм? Жаңа ғана футболдан көріп едім ғой. Тірлігіне не пайда? Айырылысқаннан бері ол мен үшін өлгенмен тең. Осындай сұлу әйелдің жалғыз тұрғаны ғажап. Оның несіне таңданасың? Мендейлер толып жатыр. Қазіргі заманға елге жан дүниесін түсінетін күйеу керек. Sun
Кешір, ертең жұмысқа баруым керек. Ерте тұруым керек. Тайла, тұра тұршы. Көрерміз әлі.